Саламатсыздар ма? Құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушылары. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қылмыстық сот өндірісіндегі адвокаттың қатысуы. Бұл жерде қаралатын сұрақтар. Яғни адвокаттың қылмыстық процесте қатысуы заң көмегінің бір түрі ретінде, қылмыстық сот өндірісіне адвокаттың қатысуының негіздері мен нысандары, өкіл, қорғаушы, куәнің адвокаты, қылмыстық іс жүргізуде өкілдік етудің ерекшеліктері. Енді адвокат өзінің кәсіби қызметінде әртүрлі заң көмегін көрсетеді. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінде әрбір адамға білікті заң көмегін алудың үлкен және тең мүмкіндігін береді. Бұл жағдайда заң көмегі өзінің мазмұны бойынша іс-әрекеттің үлкен шеңберін қамтиды. Оның ішінде анықтау, сотқа дейінгі тергеп тексеру, сот органдарында заңды және жеке тұлғаларға өкілдік ету мен қорғауды жүзеге асырады. Адвокаттың қылмыстық процеске қатысуы бұл адвокат қызметінің маңызды түрлерінің бірі. Ол негізінен айыпталушыны қорғау әрекеттерін жүзеге асыруға байланысты. Қорғау дегеніміз ол қылмыс жасады деп сезік келтірілген адамдардың құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету, айыптауды жоққа шығару немесе жеңілдету, сондай-ақ заңсыз қылмыстық ізге түсуге адамдарды ақтау мақсатында қорғау тарабы жүзеге асыратын іс жүргізу қызметі болып табылады. Қорғану тарабы ол сезікті, айыпталушы, олардың заңды өкілдері, қорғаушы, азаматтық жауапкер және оның өкілдері болып табылады. Қылмыстық процестің әрбір сатысында айыпталушы қорғаушы көмегін қажет етеді. Онсыз айыпталушы өз кінәсіздігінің дәлелдерін келтіруге, сондай-ақ айыптауды теріске шығаратын немесе жауапкершілігін жеңілдететін мән-жайларды анықтауға дәрменсіз болып табылады. Қорғаушы ол заңда белгіленген тәртіппен сезіктілер мен айыптаушылардың құқықтары мен мүдделерін жүзеге асыратын және оларға заң көмегін көрсететін адам болып табылады. Тергеуші анықтаушы қылмыс жасады деп күмән келтірілгендігін хабарлап, соған байланысты қылмыстық процесс кодексінде белгіленген негіздерде және тәртіппен өзіне қатысты қылмыстық іс қозғалған, не ұстау жүзеге асырылған, не айыпталғанға дейін бұлтартпау шарасы қолданылған адам сезікті болып табылады. Заң қорғаушы ретінде жіберілуі мүмкін тұлғаларды нақты анықтайды. Оған жататындар, яғни адвокаттар алқасында мүшелікте тұрған тұлғалар, жұбайы, жақын туыстары мен заңды өкілдері, өз бірлестіктері мүшелерінің істері бойынша кәсіподақтың және қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, олар өз өкілін бөліп, қорғаушы ретіндегі оның өкілеттігін айғақтайтын тиісті құжаттармен қамсыздандырады. Қазақстан Республикасының қылмыстық процесс кодексінде қылмыстық процесс барысында білікті заң көмегін алуға құқығы бар субъектілер анықталады. Олар қылмыстық сот ісін жүргізу барысында құқықтары мен мүдделері қорғалатын немесе білдіретін тұлғалар болып табылады. Яғни олар сезікті, айыпталушы, сотталушы, жәбірленуші, жеке айыптаушы, азаматтық талапкер және де азаматтық жауапкер куәлар болып табылады. Кәсіби қорғау ол адвокаттың білікті заң көмегін көрсету мақсатында қылмыстық іс жүргізу заңнамасында көзделген және де белгіленген құралдар мен әдістер негізінде ғана жүзеге асыратын жаңағы іс жүргізу қызметі. Оның құрамдас бөлігі айыпталушының сезіктінің құқықтары мен мүдделерін қорғауды, қылмыстық қудалауға заңсыз ұшыраған
адамның айыбын, яғни теріске шығару немесе жеңілдету мен ақтауды қамтамасыз ету болып табылады. Яғни бұл кәсіби қорғау дегеніміз. Адвокат тек қорғаушы ғана емес, сондай-ақ сот ісі саласында тартылған кез келген тұлғаның заңды құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ететін тәуелсіз кепіл. Сондықтан да адвокаттың қылмыстық процеске қатысуы ол барлық уақытта Қазақстан Республикасының әрбір азаматтың құқығын тиімді қорғауға ықпал ететін болады. Яғни заң қорғаушының қылмыстық іс бойынша міндетті қатысуының келесі негіздерін қарастырады. Ол біріншіден, осындай негіздеме сезіктінің, яғни айыпталушының өз еркі және келісімі бойынша қарастырылады. Және егер сезікті немесе айыпталушы кәмелетке толмаса, қорғаушының қатысуы міндетті. Қылмыс жасаған сәтте 18 жасқа толмаған, сондай-ақ бірнеше қылмысы үшін айыпталып, оның бірін 18-ге толмаған жасында жасаған тұлға кәмелетке толмаған болып саналады. Келесі ол сезікті немесе айыпталушы дене немесе психикалық кемістігінен өзінің қорғану құқығын өз бетімен жүзеге асыра алмайтын жағдайда, бұл мән-жайдағы ахуалды сол тұлға әрекетке қабілетті болып танылғанмен, жүйкесінің ұдайы немесе ара-тұра бұзылатындығынан, тіл, көз, құлақ мүкістігінен немесе өзге де ауыр кегістігінен зардап шегетіндігі. Келесі, сезікті немесе айыпталушы сот ісі жүргізілетін тілді білмейді. Қазақстан Республикасының қылмыстық сот ісі мемлекеттік тілде, ал қажет болса сот ісінде мемлекеттік тілмен қатар орыс немесе басқа тілдер қолданылады. Басқа тіл ретінде сол жерде көп тұратын халықтың тілі түсініледі. Адам жазалау шарасы ретінде 10 жылдан астамға мерзімге бас бостандығынан айырылу, өмір бойы бас бостандығынан айырылу не өлім жазасы тағайындалуы мүмкін болатын қылмыстық істі жасағандығы үшін айыпталады. Айыпталушыға, сотталған адамға, ақталған адамға бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу қолданылса, немесе ол мәжбүр етіліп стационарлық сот психиатриялық сараптамаға жіберілсе, күдіктілердің, айыптаушылардың, сотталушылардың, сотталған адамдардың, ақталған адамдардың мүдделері арасында қарама-қайшылық болып, олардың біреуінің қорғаушысы болса, қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге жәбірленушінің немесе азамат талапкердің өкілі қатысса, және өкілі ретінде білікті заң көмегін бере алатын адвокат қатысады. Істі қаралған кезде прокурор қатысса, яғни қылмыстық іс жүргізуде прокурор екі жақтың құзыреттілігіне ие болады. Келесі, айыпталушы, сотталған адам, ақталған адам Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде болса, және алдын ала тергеу органдарына келуден жалтарса міндетті болып табылады. Енді адвокаттар кәсіби қорғау ғана айыпталушыға білімді заң көмегін қамтамасыз ете алатындықтан ол қорғаушы бола алады. Адвокат өз мәртебесін дәлелдеу үшін қажет жағдайда қылмыстық процесс жүргізетін органға өзінің тиісті адвокаттар алқасына жататындығы туралы құжаттарды, яғни адвокаттың осы іске қатысу құқығы үшін заң консультациясының берген ордері немесе маңызы бойынша оған ұқсас, оған теңестірілген, яғни құжатты тапсырады. Сонымен қатар заң қорғаушы ретінде сезіктінің, айыпталушы мен сотталушының жұбайын, жақын туыстары мен заңды өкілдерін, кәсіподақтардың және басқа қоғамдық бірлестіктердің өкілдерін
осы істер бойынша қатысуына жол береді. Бұл жағдайда заң шығарушы айыпталушыны қорғауға өз жақындарын немесе заңды өкілдерін шақыруға және қорғауға жіберуге мәжбүр ететін моральдық себептерді ескереді. Атап айтқанда, олар қорғаушы ретінде қылмыстық ізге түсуді жүзеге асыратын органдардың шешімі немесе істі қарайтын соттың қаулысы бойынша жібереді. Енді заңды өкілдер олар сезіктінің, айыпталушының, жәбірлеушінің, азаматтық талапкердің, ата-аналары, асырап алушылары, қорғанушылары немесе асырап отырған ұйымдар мен адамдардың өкілдері болады. Қамқорлығында немесе асырауында кәмелетке толмаған немесе өз құқығы мен заңды мүддесін жеке қорғай алмайтын, дене немесе психикалық кемістіктері бар адамы бар тұлға заңды өкілі болып табылады. Заңды өкіл ол қылмыстық сот ісінің жеке қатысушы болып табылады және мүддесін білдіретін тұлға мен қорғаушының көзқарасымен байланысты емес болады. Іске айыпталушы қорғаушысының қатысуы, яғни заңды өкілді шеттеуге әкеп соқтырмайды. Қылмыстық іс бойынша заң көмегін көрсету туралы тапсырманы адвокатқа көмекші жүгінуші тұлға береді. Қылмыстық істі жүргізу тапсырмасын адвокат кез келген тұлғаның өтініші бойынша қабылдайды. Егер айыпталушы сол адвокаттың қылмыстық істі жүргізуіне келіспесе, мұндай келісім бұзылуға тиіс. Енді қолданыстағы қылмыстық процестік заңнамасы қорғаушыны айыпталушының немесе сезіктінің жеке шақыру, яғни дербес шақыру, сондай-ақ оның жақын туыстары мен заңды өкілдерінің немесе айыпталушының және сезіктінің тапсырмасы бойынша басқа тұлғалардың шақыру принципін орнықтырады. Айыпталушы немесе сезікті қорғану үшін бірнеше қорғаушы шақыруға құқылы. Қорғаушыны таңдау құқығын беру ең алдымен сол қорғаушыға айыпталушы тарапынан сенімді қамтамасыз ету қажеттігімен түсіндіріледі. Сөйтіп, жаңа қорғаушыны таңдау тұлғаның еркі мен тілегіне байланысты болады. Адвокаттың нақты істі жүргізуге өкілеттігі ордермен куәландырылады. Ордердің нысаны ол Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі бекітеді. Ордерлердің берілуін бақылау мен есепке алуды адвокаттар алқасының төралқасы жүзеге асырады. Өзінің қызметін Қазақстан Республикасы бекіткен тиісті халықаралық шарт негізінде жүзеге асыратын шетелдік адвокаттың өкілеттігі, жеке басын, адвокат мәртебесін және заң көмегін көрсету өкілеттігін белгілейтін құжатпен расталады. Енді қорғаушы процесте қорғау міндетін жүзеге асыру үшін одан айыпталушынан да мемлекеттің де күтетіні осы. Яғни қылмыстық істі жүргізуші мемлекеттік органдар қорғаушының өз міндетін атқаруына нақты мүмкіндігінің болу үшін барлық шараларды қабылдауға тиіс. Қорғаушы, яғни қылмыстық іс жүргізудің дербес субъектісі болып табылады. Қорғаушы заң шегінде қорғауды жүзеге асырудың нысандары мен әдістеріне еркін, оның көзқарасы, егер оның өзі таңдаған қорғау бағыты айыпталушының жағдайына қолайлы болса, оның көзқарасы қорғауындағы адамдыкінен басқаша болуы мүмкін. Ал кейбір жағдайларда тіпті оның көзқарасын теріске шығаруға міндетті. Енді қорғауды табысты іске асыру үшін адвокатқа ауқымды іс жүргізу құқықтары берілген.
қатысуға жіберілген сәттен бастап ол мынандай жаңағы құқықтарды жүзеге асыруға құқылы. Яғни бірінші, сезіктімен немесе айыпталушымен олардың саны мен ұзақтығы шектелместен оңаша және құпия жолығуға, заңгерлік көмек көрсету үшін қажетті заттарды, мәліметтерді жинауға және ұсынуға, айыпталған кезде қатысуға, сезіктіден немесе айыпталушыдан жауап алу кезінде олардың қатысуы мен олардың өтініші бойынша жүргізілетін тергеу әрекеттеріне, сондай-ақ қорғаушының өз өтініші бойынша жүргізілетін тергеу әрекеттеріне қатысуға, қарсылық білдіруге, айыптау тізімін қоспағанда ұстау хаттамасын, бұлтартпау шараларын қолдану туралы қаулымен, және де ұсынылған не ұсынылуы тиіс болған құжаттармен, және де барлық материалдармен танысуға, одан кез келген мәліметті кез келген көлемде көшіріп алуға, өтініш, оның ішінде жаңа қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішті жариялауға, кез келген сатыдағы сотта істің алдын ала тыңдауға, жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істі жаңарту кезінде соттың отырысына қатысуға, соттың жарыссөздеріне сөйлеуге, әрбір беттегі мәтіннің соңғы жолының астына және хаттаманың соңына өз қолын қоя отырып, жаңа сот отырысы хаттамасының бөлігімен танысқан кезде әрбір беттің соңына және осы бөліктің соңына қол қоя отырып, осы сот отырысының хаттамасымен танысуға және оған ескертпе енгізуге, іс жүргізу құжаттарының көшірмелерін алуға, қылмыстық процесті жүргізу адамның және қылмыстық процеске қатысушы басқа адамдардың заңсыз әрекеттеріне қарсылық білдіруге, және де бұл қарсылықтарды іс жүргізу құжаттарына енгізуді талап етуге, анықтаушының, тергеушінің, прокурордың және соттың әрекеттері мен шешімдеріне шағым енгізуге және оларды қарауға қатысуға, заңға қайшы келмейтін кез келген басқа да қорғау құралдары мен тәсілдерін пайдалануға, тергеуші немесе анықтаушы жауап алуға болғаннан кейін тергеу әрекеттерін жүргізуге қатысушы, қорғаушы жауап алынып отырған адамдарға, яғни соларға сұрақтар қоюға, тергеу әрекетінің хаттамасына оның жазбаларының дұрыстығы мен толықтығына орай жазбаша ескертпе жасауға құқылы. Назарларыңызға рахмет.